Қайырлы күн. Әкемнен қайтқанына біраз болды. Әкем туралы айтатын болсақ, сол күн туралы айтатын болсақ, түнгі сағат 11-11:30 шамасы телефон шырылдайды. Телефон шырылдағаннан ақ уже ішімнен бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Бір нәрсенің дұрыс еместігін түсіндім. Сөйтіп телефонды алдым. Телефонды алып екі қағаз сөз. Кемеңгер, сенің әкең жоқ деген. Ауа тарылып, сол жерде бір өмірдің мәнін кетіріп алған сияқты бір ощущение болды. Қалай сонда деп түсінбедім, шынымды айтайын. Кейін жерлеу кезінде де жыламадым, жүрдім сол жерде. Моментінде табытқа әкеліп жерлейтін кезде әкем мойын жағын ұстап жерге қойып, басын бұрып, көңдік 40 қадам жасап Құран оқып отқан кезде ішімде бір түрлі болды. Әкем жердің астында уже. Қалай деп түсінбедім. Бәрі басылды. Уақыт өтті, кетті. Бірақ үй тып-тыныш болып қалды. Үйіміз тып-тыныш болып қалды да мен әкемнің өмірде жоқ екенін сол моментте түсіндім. Сол моментте әкемнің орны бөлек еді. Сол кезде өмірден өткенін түсініп, момент болған бір жерде. Әкемнің күртешесін алып, комнатасына барып, құшақтап қатты иіскеп тұрып, әке деп жылаған кезім болған. Неге тастап кетесің деп. Әкем енді өте жақсы кісі болды. Ол кісінің айтқан әңгімесі, тәрбиесі бөлек еді. Балаларын бәрін жетілдіріп, ешқайсысын жетімсіретіп кетпеді. Әкем. Сондай болған жағдай.